Баянжан, өзіңе сенеміз. Баспана мәселесін шешіп бер. Мақпал Жүнісова Баян Алагөзоваға үндеу жасады. Әнші Мақпал Жүнісова продюсер Баян Мақсатқызына үндеу жасап, марқұм Арман Дүйсеновтің отбасына баспана алынуына көмектесуін сұрады. Бұл туралы Алаш.кз ұлттық порталы хабарлайды. Желіде марқұм Арман Дүйсенов бауырымыздың жары Айсұлу ханымның баспанам жоқ, далада қалдық деп жағдайы туралы айтқаны желіде есіп тұр. Бұның бәрі біздің жүрегімізге батады. Мен миллионердің әйелі емеспін. Бай болсам, сол пәтерді өзім-ақ алып берер едім. Менде артық ақша деген болмайды. Әндетіп жүріп, концерт беріп тапқан табысымды өз отбасыма, анама, бауырларыма жұмсаймын. Әкімдікке хабарласып, қалай көмектесуге болатынын сұрадым. Бұрын әкімдіктің балансында пәтерлер болатын. Сәкең әкім болып тұрған кезінде Шерхан Мұртаза ағамыз келіп, телерадио корпорациясында істейтін, баспанасы болмай, 20-30 жылда пәтер жалдап жүрген қызметкерлеріне 60 пәтер алып кеткенін естіген едім. Олжас Сүлейменов ағамыз да ақын жазушыларға 20 пәтер бергізген екен. Өкінішке орай, қазір қалалық әкімдіктің қолында мұндай мүмкіндіктер жоқ екен. Ендігі менің сенетін бір адамым бар. Ол Баян Мақсатқызы. Өйткені Баянның жұбайы Тұрсын мырза миллионер, тіпті миллиардер деп айтар едім. Марқұм Арман бауырымыз бір жағынан Баянның жерлесі, Оралдың азаматы, екінші жағынан көзінің тірі кезінде Баянның бір қатар жобаларына қатысып, мықты әндерін жазып, аранжировка жасап, тығыз шығармашылық байланыста, жақсы сыйластықта болған еді. Баянжан, өзіңе сенеміз. Жолдасыңмен ақылдасып, Арманның артында қалған отбасының баспана мәселесін шешіп береді деп сенгім келеді, деді Мақпал Жүнісова. Мақпал Жүнісованың бұл үндеуі өнер адамдарының бір-біріне деген жанашырлығын көрсететін шынайы әрекет деп ойлаймын. Арман Дүйсенов ағамыз қазақ музыкасына үлкен үлес қосқан талантты композитор еді. Оның артында қалған отбасының жағдайына алаңдау көпшіліктің жүрегіне ортақ ауыр мәселе шығар. Мақпал ханымның өзі жағдайы жетіп жатса, көмектесуге дайын екенін айтқаны да оның адамгершілігін дәлелдейді. Баян Алагөзоваға айтылған өтініште қысым емес, үміт арту, жәрдем сұрау деңгейінде қабылданғаны дұрыс шығар. Себебі өнер жолымен бірге жұмыс істеген адамдардың арасында сыйластықпен байланыс болуы қалыпты нәрсе. Бірақ әрине, кез келген көмек тек ерікті түрде адамның өз ықыласымен жасалатын дүние. Бұл мәселеде ең маңыздысы қоғамның бір отбасының тағдырына бей-жай қарамай қолдауға ұмтылуы. Баспана мәселесі қалай шешілсе де, басты мақсат дау тудыру емес, шынайы қолдау көрсету. Осындай қиын сәтте сабыр, түсіністік және ниеттестік бәрінен жоғары тұруы тиіс деп санаймын.